көйлегіңіз өте жарасымды өзіңізге. Рахмет, Диана. Әдемі болып тұрсыз, бірақ сол баяғы Тима, тиісіп отырған. Диана ханым, шынымды айтсам, Тимамен отырғым келмеді. Өзі ғой қайта-қайта Айзан жанына отырып алады. Басқа жер жоқ па? Қанша? 26 орын бар осы студияда. Негізінде Тиманың қасынан хотела пересесть, бірақ енді... Тима отыршы деді ма? Негізінде білмеймін, мен отырған жерге отырып алады, әрдайым да өзі қасыма жақындап бірдеңелер айтасын. Жалпы Тима, честно бар ғой, Тима саған үлкен просьбам бар, осыдан кейін мүлдем маған жақындамай, вообще ештеңе айтпай. Егер орын ауыспайтын орын болса, Құдай-ай, орын әркімдікі ғой, еркін таңдау. Жауабы да жоқ, көрдіңіз ғой, Айза, өзі білмейді. Просто сүйем ғой сені, Айза. Иә, және естуімше... Әрине не ғой, шутка ғой. Естуімше, Айзаның үміткері Айзаға үйленем дейді. Және ең қызығы, өзінің WhatsApp желісіндегі ең басты сурет болады ғой, соған Айза екеуінің суретін қойып қойған екен. Жігіт ғашық Айза. Диана ханым, я негізінен сырласу бөлмесіне бардық қой. Сол кезде уже маған, мен саған үйленуге дайынмын, сен шынымен де тұрмысқа шығу үшін келдің ба дегенде, мен иә тұрмысқа шығу үшін келдім деп айтқан едім ғой. Онда болды, мен қазір шыққаннан кейін ата-анамен сөйлесем, байланысқа шығамын, жеті атамыздан ассақ, мен сені тұрмысқа аламын, дайындал дегенде бір несі бар. Және де кешке дейін, все, мен саған үйленемін, сен өзің жауабыңды дайындадың ба, дайынсың ба деп қайта қоймай, ниеті шынымен де шынайы екен. Енді өзі не дейді екен өзінен сұраймыз, бірақ жарнамадан кейін. Шағын жарнама. Қосайық жобасы Айжанда кезекті таңба. Айжан дейді, алып қашқан дейді. Ал ортада Айза және бірден студияға Абылайхан мырзаны шақырсақ, келіңіз. Қош келдіңіз, Абылайхан. Сізді танымай қалдық. Рахмет. Қалайсыз? Рахмет, шүкір, жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Енді Айзамен таныстықтарыңыз қалай басталды, қалай жалғасып жатыр? Енді сол жаңағы бірінші эфирден кейін жолықтық. Одан кейін реакцияларды үйдегілерден, туысқандардан күттік бұлайша. Кім не дейді, иә? Иә, мен өзім ата-анамды жаңағыдай барынша көндіруге тырыстым. Болады, туысқандар машин жауап беріп қойдым. Енді анам мен көңілім қалдырғысы келмеді ма, енді өзің көресің деген сияқты қылып өзінің рұқсатысын берген кезде уже Айзаның ата-анасы қарсы болып қалыпты бұл жерде. Диана ханым, негізінде біз эфирден шыққаннан кейін қалай шықтық, сразу анасы аудио жіберіп, аудионы есірткізбеуге тырысты. Бәрібір ол үлкен дауысы қатты шыққаннан кейін естіліп қалды да, сөйтіп айтқан сөздері, және де мен қатты уайымдап қалдым, менің кесірімнен Абылайханға қатты сын айтылды деген сияқты бір неудобно болып қалды да маған. Және де анасы өте қарсы болды, бірақ ең соңында анасын да көндірді, ағаларын да барлығын көндіріп алды. Және де жеті атамды сұрады, менікін сұратты, мен де оны іздеп тауып алып, негізінде, бірақ жеті ата асады екен, былай қарағанда асып тұр, бірақ менің отбасым қарсы, потому что все равно, мало ли деген сияқты ғой. Және де, бірақ Абылайханым кешке сөйлескен кезде бір сұрағы бар, егерде осы жағдай рулас болмаған кезде өзің шығатын ба едің деген сияқты сұрақ қойды. Почему бы нет? Я әрине, жақсы ер азамат, и внешность бар, и сөйлеу манерасы да, тәрбиесі де, қызға қалай джентльмендік қасиеті де бар, шөтті өзі төледі деген сияқты ғой, мысалға үйгеден шығарып салды дегенде дүниелер бар ол жақта. Және де соның барлығын қосқанда жалпы өте керемет ер азамат. Өте керемет ер азамат, ал бізде студияда Раушан Гүлдер. Гүл шоқтары Мейірбердке. Иә, мына жерінде хаты бар. О, әдемі екен. Бүгінгі көйлегіңізге сәйкес кімнен екен? Так. Осылаяқтың ең сұлу қызы Меруертке Дәурен Павлодар дейді. Дәурен Павлодар, ол кім?
танымайды екенмін Диана ханым. Шын танымайсыз ба? Жоқ, шынымен танымаймын. Павлодар тем более. Ол жақ Алыс дейсіз ғой, иә? Онда күтеміз Павлодардан үміткерді. Данияр? Ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Негізі енді қатты айтсам ренжіме енді Айза. Негізі саған мына жігіт жалко бар ғой, шынымды айтсам. Алдыңғы пятница күн келе алмадым, бірақ қарап отырмын, бірақ саған негізі өзің сияқты бір бұзықтау жігіт керек сияқты да. Диана ханым, айтсам болады ма? Данияр, сен алдында қай күні? Четверг күні болдың ғой да, сол кезде деген аяқ асты өмірі болмаған бір аллергияң пайда болды ғой, білесің ба? Кім еді? Моляның әкелген, үміткердің әкелген гүлі бар ғой, розаларына. Жоқ, аллергиясы пайда болып кетті ғой аяқ астынан. Фу, гүлдеріңді алып тасташы, менде аллергия деген сияқты бір неприязнь болды сенде. Және де оның барлығы не үшін айтылды деген сияқты ғой? Өтті ме аллергияң сол? Жақсы болдың ба? Жоқ, енді жай ғана сұрақ, жай ғана менде сұрақ бар мысалы. Жоқ, енді жай ғана сұрақ деген сияқты ғой. Жалпы айтасың, қимайын дейсің, неге сен қимайсың? Молодец. Иә, сол ғой. Аллергияңды емдеп алшы үйіңе барып лучше. Розаға аллергияң көп екен сенің. Иә? Асхат? Диана ханым, Айза ханымнан сұрайыншы, сіздің мамандығыңыз қандай? Юрист. Юрист па? Мен актриса деп ойлап қалдым да просто. Негізі бар ғой, бағана мына жерде отырған кезде, иә? Жыладың да. Сосын бәріміз жақта жанымыз ашып, саған қарап жатырмыз, иә? Бірақ мына жаққа келіп отырдың да, как будто вообще басқа Айза отырғандай болды да. Жоқ, енді Асхат мырза қараңызшы. Мен де жыладым деп өмір бойы жылап отыра бермейтін шығармын. Ортаға шығып та жыламайтын шығармын. Неге жылағанды айтпайсың ба енді? Кедергі не болды? Мен айттым ғой, мен жылап қалдым, потому что Тима менің қасыма отырып, бірнеше өтпейтін әзілдерін айтып қалды. Ол әзілді қыз баласына айтуға болмайды, жалпы адамға айтуға болмайды. Сабыр сақтаңыз, үйреніп кетесіз болашақта. Және де сол үшін мен жылап қалған болатынмын. Бір секунд жылайды, тоқтай салады, қоя салады. Иә, Шерхан, рахмет, молодецсің ғой сенде. Және де ауыр тигесін жылап қалдым, бірақ мен ортаға шығып жылай бермейтін шығармын. Үміткерім келді ғой, көңіл бөлу керек деген сияқты понятие бар. Мен шынымды айтсам, мен түсінбей қалдым. Сен просто ортаға шықтың, нақты айтқан жоқсың да, ол маған, например, бір дөрекі сөз айтты. Ол сол мен көңіліме тиді, мен сол жерде жыладым деп айтсаң, сен айттың, ол мен қасымда отырады, мен сол үшін жыладым. Мен ойлаймын, мына жаққа шығады да, күледі, қалай болып кетті деймін де. Ұйқыңызға ояныңызшы, Асхат Ханзада. Ұйқыңыздан ояныңыз. Доброе утро. Ұйықтап отырсыз ғой маңыдан бері. Хадиша? Айза, негізі бар ғой, сен Тимурдан кетер емессің ғой. Хорошо, Тимур сен қасыңа барып отырды. Енді сен неге басқа орындыққа барып отырмайсың? Мен бәрін байқап жүрмін ғой. Асханада да кетер емессің. Всегда қасына отырып, әзілдеріне күліп отырасың. Сен өзің повод беріп жүрген, енді не деп отырсың? Жылап та жерде сықтап, керек емес солай. Жоқ, мына жерде Айзаны да кінәлай беруге болмайды. Өйткені менде енді көріп қаламыз ғой, квартирада жүргенде де Айша деп, Айза қанша рет ескертеді Тимурға, жолама, жақындама. Тимурдың өзі кетпейді жанынан. Негізінде Диана ханым шынымен жаңа кім айтты ғой? Атын кім еді? Зеленым сен. Кім? Хадиша ма? Былай айтады да маған деген. Неге сен өзің кетер емессің дейсің ғой? Олай емес. Керісінше мен максимально Тимаға айтамын. Тима қасыма жақындамашы, өтініш, лишняя проблема маған керек емес деп айтқан өзіне Тима әрдайым тұра тұр. Сен менің есімімді беске білу керексің. Қазір білмеймін. Біле алмайды екен. Не істейсің ал? Білмеймін есіміңді. Не хочу вот знать. Не істей аласың ал? Қыздар. Айза, аузыңа байқап сөйле. Я байқап сөйлемеймін, не істей аласың сен маған? Тағы да жылап отырсың алдындағыдай. Қойсайшы. Давай, делай красиво. Айза, болды. Мені тағы да провокацияға шақырып тұрсың ба сен? Сіз Қоймайды берілмеңіз. сен қаныңда бар ау деме, провокацияға шақыру мені. Диана ханым. Молодец. Диана ханым, мен де айта кетейінші. Тима? Айза, сен қазір, типа, вообще түсініп отқан жоқпын, сені постоянно айтамын, жаныма жақындамайсың, мы с тобой, типа, друзья были, нет? Мы с тобой не друзья, біз дос емеспіз, және де әрдайымда Тимаға қашан айттың маған жаныма жақындамай, сен жанына жақындап жүрдің ба не? Диананың өзі естіді алдында Диананың көзінше болған жанында дүние. жүресің ғой. Даже Айзаның жанынан кетпейсің ғой. Саған білмей эфир керек па, сен жанынан айналшықтап қоймайсың ғой. Диана ханым. Сен енді қазір өзің айтып тұрсың, барлық қыздардың жанында жүресің деп, барлық қыздармен нормально қарым кетпейсің ғой. Айза саған ескертеді, жоламашы. Барынша менен алшақ жүрші деген сайын. Всегда күнде эфирге келгенде всегда айтады саған. Диана ханым, шындыққа тіке қарайық. Негізінде былай айтайыншы, Тима мен Айзаның арасында өткендегі оқиғалардан кейін, бірақ екеуінде бір жек көрініш деген нәрсе қалмағанда, екеуі бір-бірімен ойнайды, ол бәрімізге белгілі. Бірақ қазір мен білмеймін Айза не ойнатып отыр.
Тима қойшы, пожалуйста. Орнымен деген сияқты бәріміз бір жерде отырғаннан кейін ойнап сөйлесіп қаламыз, бірақ бір-біріне бір махаббат деген нәрсе жоқ, ол ясный нәрсе да. Ал жаңағы Айзаның ортаға шығып Тиманың айтпаған нәрсесі, жаңа Тима не үшін мені жылатты деген, Тиманың әжесі біздің эфирді көреді. Сонымен енді Айза қайтадан мына жерде Тиманы түсіргісі келмей отыр, мен сөйтіп ойлаймын. Абылайхан? Иә, мен айта салайыншы деген ғой, енді сіздер қазір өзара сөз болып кетті, қазір ұзақ болып кетті да бағдарламамыз. Сол Айзаға екеуміз негізі шешім қабылдап қойғанбыз негізінде. Иә, шешім қабылдап қойғанбыз, жаңағыдай ортақ шешім, біз таныс болып қаламыз жай деп. Сіз үйленемін деп жатыр едіңіз ғой? Иә, ата-анам болған енді, иә, рас жаңағыдай. Диана ханым негізінен кешке WhatsApp желісінен перед-сном сөйлескен болатынбыз, және сол кезде мен нақты жауабымды сұрады. Менің ата-анам қарсы, бірақ мен ата-анамды көндіре алдым, және де қазіргі таңда сенен жауап күтіп отырмын дегенде, мен айтқан болатынмын, ренжімеңіз, менің нақты анам қарсы, және де сол анам қарсы болғандықтан жай ғана дос болып қалуды шешкен дұрыс шығар деп ойладым, және де солай жауап бердім. Және де Абылайхан сразу уақытын босына бос жоғалтпай, әрине, онда сен қарсы болмасаң, мен осы жақтағы қатысушы қыздардың біреуіне үміткер болсам ба дегенде сразу бетіп ауысып кетті да бағыты. Енді шындықты тура айтайық, солай болды, перепискада бар ғой. Сізге айтты ма соны? Иә, сонымен деген жаңағы махаббаты қайда, үйленемін дегені қайда дедім да, сосын ойладым, ну жақсы, енді все равно же шешіп қойдық қой, уже басқа қыз таңдаса таңдай берсін дегенде, енді менде сондай не болды, қарсы. Абылайхан мырза? Иә, ондай айту әңгіме Айза арамызда болған жоқ. Болған жоқ? Егер де болды дәлелдеп берсе, менімен ойнамаңыз сіз ғой, Абылайхан мырза, менде скриндардың барлығы бар ғой. Иә. Абылайхан, Диана ханым, бауырым қош келдің. Негізінде сөзіңнен етіп секіріп керек емес. Сен өткенде келгенде алып кетемін, үйленемін, сөйтемін деп келдің ғой. Енді келіп мына жақта сөзіңді секіріп ата-анасы рұқсат берсе, мен жаңа әңгіме айтып отыр ғой, Айза, саған кеше айтқансың ғой сен, басқа қызға үміткер болып келемін деген. Жоқ, ата-анасы қарсы болып тұр ғой, енді мен қазір әлі айнып отқан жоқпын. Сен бірдеңеден қорқып қалып тұрсың, неден қорқып отырсың, соны айтсайшы. Енді мен қызды настаивать етпеймін ғой енді. Жоқ, Алмат, мынандай мәселе ғой, ата-аналары қарсы болды, одан кейін енді жігіт үйленуге дайын. Дұрыс па? Енді басқа қыздарды көрсем пейілім бар деген сияқты ниетпен айтқан ғой, оны сен уәде бердің. Сіз қай қызды меңзедіңіз, Абылайхан? Мен Айзаның өзін айтқан жоқпын, жаңа сырттағы редакторға, егер Айзамен бәрібір жоқ, Диана ханым негізінде өзімен қатарлас, Әселмен сөйлесіп көрсек па деп ойлағанмын. Иә. Негізінде менде әрдайымда мен ешқай өтірік айтпаймын, және де фактсыз мен сөйлемеймін. Менде скрин бар, сіз жазған болатынсыз маған, басқа қызбен танысып көрсем қарсы емессің ба деген сияқты дүние болды. Иә, бұл жобадағы емес, басқа сырттағы өтірік айтпаңызшы, өтініш, Абылайхан мырза, жараспайды сізге олай өтірік айтқан. Жоқ, сонда қалай? Сіз сырттағы редакторға айтады екенсіз, және Айза да іште отырып біліп қоя ма? Иә, енді есіме түсті. Ол мен айтайын дегенім ол жерде. Болды, енді таныс тоқтады. Мен даже басқа қыздарды ойым болған жоқ қой. Мен бұл таныс тоқтады. Енді шын өмірден іздей беріп, таныса берсем болады ғой деген сияқты мағынада айттым да. Ол сосын Айза, иә деп, сосын кейін сол себепті айтты. Бірақ сізге Әсел де ұнай ма сонда? Жоқ, Әселге енді бүгін редакторлар енді жаңағы айтқаннан кейін мен өзім бір жағы. Бірақ редакторлар айтып жатыр, сіз айтқан екенсіз менде. Өзім де ойымда жүргем да, енді қатарлас болғаннан кейін 96 жыл болғаннан кейін. Кажак киіп келмеген сияқты бүгін Әселдің осындай образын көріп кәдімгідей кажакпен соответственно ол үшін таныстық ниет білдіріп жатқан сияқтысыз ғой. Білмеймін, Әсел өзі көреді ғой. Жоқ, негізінде былай ғой, мен айтқым келді, Абылайхан мырза, мен сізді осы кезге дейін сыйладым, сыйластығым сізге бар, бірақ деген мен сізді бір төмендеткен емеспін. Және де сізге айтқым келеді, сізге өзіңіз жазған сөзіңізге лайық болыңыз, сіз маған жаздыңыз, соны иә мен жаздым деп айтсаңыз не болар еді деймін да, ешкім басыңызды кесіп алмайды ғой сол үшін. Сен дұрыс түсінген. Иә, мен ақпақпын ғой, потому что я же блондинка, дұрыс айтасыз, иә. Диана ханым, Абылайхан қош келдіңіз. Негізі Диана ханым мен Абылайханға сеніп отқан жоқпын шынымен де. Және де жаңа қалай просто адамның бір талғамы, талабы деген нәрсе болады ғой. Айза бір бөлек қыз, Әсел бір бөлек қыз. Қалай сіз сонда, жақсы маған Әселді ұнап жүреді дегенде өте бір түрлі, знаешь, сіздің нақты талаптарыңыз жоқ. Жай ғана әйтеуір осы жерде қалудың амалын іздеп отырсыз. Жоқ, мен қазір егер Әсел жоқ дейтін болса, мен Шымкентке бүгін билет алып қойдым. Кеше алып қойғам. Ал Әсел иә десе ол билет күйіп кетеді ғой. Енді Шымкентте бәрі қайтам ғой, бәрі келесі күндерде бар деген сияқты ғой былай. Сіз шынымен Әселді таңдағыңыз келді ме? Өйткені сырттағы редакторға Диана жайлы да айтқан екенсіз. Жоқ, Диана онда айтқан жоқпын. Негізі сіз айтып жатырсыз ғой редактор деп, өзіңіз айтқан екенсіз. Айзаға да сол әңгімені, және егер Айзамен таныстық тоқтаса, менің Әселге де басқа қызға танысып көрсем мүмкіндігім бар ма деп сұрапсыз. Ондай мүмкіндік әрине бар, бірақ бізде қатысушы қыздар шешеді, ол ұсынысты қабыл ала ма жоқ па дегендей.
Айза? Және де негізінен Диана ханым былай ғой, жалпы біздің қатысушы қыздардың ешқайсысын, ешкіммен дос емеспін ғой, бірақ те ешқайсысын қимаймын бұл Абылайхан деген мырзаға. Неге? Өйткені өзі бір қалай айтсам болады. В целом жақсы ер азаматта, бірақ деген бұл ер азаматқа болашақта тұрмысқа шығатын қыз баласы өте қатты қиналады. Өйткені бұл ер азамат негізіне тіке қарағанда жұмыс жасамайды. Жалпы ақшаға вообще қалай айтсам болады. Бізде әңгіме болған кезде маған былай айтты. Тұрмысқа шығатын болсақ, сен жұмыс жасайсың ба деген сұрақ қойды да. Сен айттым, я әрине, потому что мен қызым бар, өзімді асырау керекпін. Өйткені мен тұрмысқа шыққаннан кейін енді күйеуімнің мойнына іліп қоймаймын қызымды деген сияқты дүние болғаннан кейін, онда деген сен жұмыс жасай беретін шығарсың, мен де отырамын дегенде бір меңзетті да солай. Мен түсінбей қалдым. Осыны ойлап қалдым. Қалжың шығар деп үміттендім, енді қалжың шығар, ладно деп. Бірақ енді сол қалжыңның несін ойлап көрсең, ер азамат өзін сыйлайтын ер азамат олай айтпау керек деп ойлаймын. Қыз баласына мен үйде отырамын, сен жұмыс істейсің. Мына жерде Айза енді анау басқа қыздарды деп айтқаннан кейін енді кек алу үшін бәрін айтып тырысып жатсың енді. Жоқ, кек алу емес. Барынша тырысып жатсың. Сен мына әңгімеңмен сен үміткерлер емес, сен өзіңді төмен түсіресің. Кек алу емес. Біріншісінде мен сыйластығым болды, бірақ Абылайхан мырза өз айтқан сөзінен, басқа қызға барам деген сөзінен секіріп, мен олай айтқан жоқ деп мені өтірікші қылып шығарғаннан кейін, мен шындықтың барлығын шығарайын деп шештім оны. Жарайды, сабыр Айза, нучон? Давай. Мынандай нәрсе ғой енді, ол кісі келгенде айтты, ол саған жеке кәсіпкермін деген жоқ. Мен тұрақты жұмыс істеп жатырмын деп айтқан жоқ. Келген кезде айтты, мен мамандық бойынша жұмыс іздеп жүрмін деп, сол себепті сенің бұл кісі жұмыссыз деген әңгімелерің вообще өтпейді бізге. Ол бір Москваны ашумен тең емес. Енді саған өтпейді ғой, бірақ болашақтағы болған шығатын қыздардың несіне өтеді, өту керек, понимаешь? Бір қыз баласына маңызды ер азаматы жұмыс жасап ақша тапқаны. Айза, сен де таныстық тоқтап қойған ғой, не үшін күйіп пісіп басқалардың қамын ойлап жатсың? Және де олай өтірік актриса болмай-ақ қой. Сенімен келіп қаншама уәдені беріп тастап кетіп отқан жоқ қой. Неге сонша түсіріп отырсың ол ер азаматты? Бір-ақ рет келді ғой, бір-ақ рет. Сен сияқты өтірік адвокат болайын ба? Айза, мына жерде сіз жігіт өзінің ата-анасын көндірді, енді сіздің ата-анаңыз қарсы болды. Басқа таңдауым жасай, мен сізбен болмағаннан кейін басқа қыз таңдаймын дегеннен бір кек қайтару болып тұрған сияқты бұл жерде. Сосын одан кейін сізбен таныстық тоқтатып тұрғаннан кейін басқа қызды қалып аштан өлтіре ма, болмаса тамақтандыра ма, сіздің оған басыңыз ауырмау керек сияқты. Тимур мырза, давайте начнем с того, что бұл жақта таныстық ортақ шешіммен тоқтады. Жай ғана Абылайдың тарапынан емес, ортақ шешім болды. Айтып өтсем болады. Сен реакция қарасам, ол тоқтатып тастаған сияқты болып тұр ғой. Алмат. Тимур бұл жерде енді кек қайтарып жатсың дегендей емес. Ешкім кек қайтаратындай бір нәрсе болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені таныстық 3-4 рет болған жоқ, жұп болған жоқ, оған өйтіп айтудың қажеті жоқ. Және енді, жалпы айтамын да, дұрыс уақытында тоқтап жатыр деп ойлаймын. Өйткені екеуі ортақ шешіммен барлығы солай келіскесін. Диана ханым айтсам болды, Абылайхан мырза, қош келдіңіз. Енді мына жерде бар байлығын кекепті ғой. Енді былай қарап тұрсақ, осы жерде кететін болғаннан кейін енді сразу жарайды, енді очкиіңіз женский ма деп қарап қалғанмын. Просто маған солай көрініп тұрды. Бұл негізі кішкене бір үміткерді кемсіту сияқты болып естілді. Әр адам барын кет эфирге. Сіздер өздеріңіз жаңа киім алсаңыздар, бірден эфирге киіп шығып көрсетуге әлек боласыздар, тырысасыздар. Олай айтудың қажеті жоқ деп есептеймін. Кешірім сұраймыз. Оны қолдап кеткім келіп тұр да. Сыртына мен тиіскім келген жоқ, бірақ тиістім. Кешірім сұраймын сол үшін. Айтып тұрған енді мысалы мына жерде біз әр қайсымыз басқа адамдармен танысып жатамыз ғой. Мысалы неге үміткерде мүмкіндік жоқ, басқа адаммен неге ол таныса алмайды деген сияқты енді Айза ренжіме деп айтқым келіп тұр да просто. Сізде басқа адамдармен мында үміткер қабылдап отырамыз ғой, сол сияқты үміткерде сондай возможность болу керек деп ойлаймын. Хотя бы Айза үміткеріңе деген бір уважение болғанын қалаймын. Хотя бы рулас ретінде сыйлап отыру керек деп ойлаймын. Бұл жерде деген қалай айтсам болады, сыйластығым жоқ деген сөз емес. Жай ғана ер азамат өз айтты, маған айтқан сөзін мен айтқан жоқпын деп мойындамағаны қарным ашып тұр. Сол ортақ шешімнен кейінгі болған әңгіме. Иә. Дилбар ханым. Мен сөйлейінші, мына кімге Айзаға айтайыншы деп тұрмын да. Айза, сенің жәндегі мына жігітті, қыздар мына жігітке тиісендер болды. Сондай болады деген айтқан сөзің өте дөрекі болды. Бұл жігіт сені таңдап сыйлап келді ма? Бұл жігіттің де Шымкентте қарап отырған ата-анасы бар, туысқандар бар. Неге олай айтасың деген сөзін? Неге айтасың? Айтшы маған сұрақ қойшы. Неге өйтіп олай айттың? Неге?
Онша мұнша ашулана бермейтін Дилбар ханым бүгін кішкене ашуланып қалды Айзаның сұрағына. Өйткені енді ұлы өсіріп отырған ана ғой. Негізінде Дилбар ханымдікі әрдайым да дұрыс қой, қарсы шықпаймын, бірақ дегенменде мен тағы да қатысушыларға айтамын, менің ашуыма тиген то, что ер азамат айтқан сөзін айтпадым деп жоққа шығарғаны, және де шындық керек болса, онда мен де барлығын айтайын, шындықтың барлығын дегендей ой болды, және де сол айтатыным. Бізде жарнамадан кейін Шерхан мен Аринаның таныстығы, үміткер Аринаның таныстығы.